Армысыздар, құрметті оқырмандар. Жүргізуші куәлігін тез арада қалай алуға болады? Жүргізуші куәлігін алу үшін сіз қазір қай қаладансыз, сол қаладағы автотонға барып экзамен тапсыруыңыз керек. Экзаменді сіз тапсырар алдында сіз алғашқы медициналық тексеруден өтесіз, яғни медосмотр. Медосмотрды мына сіздің көлік жүргізуге, денсаулығыңыздың ешқандай ақауы жоқ, көлік жүргізуге медициналық жағынан сізге рұқсат беріледі бірінші. Одан кейін барып сіз тест тапсырасыз, яғни тест тапсырған кезде теориялық сынақ, ол жерде 40 сұрақ беріледі. 40 сұрақтың ішінен сіз кем дегенде 32 сұрағына дұрыс жауап беруіңіз керек. Айта кететін нәрсе, осы тестке тапсырар алдында сіз госпошлина төлейсіз, мемлекеттік баж деп аталатын төлем, бір рет төленетін төлем. Медосмотрдан кейін сол төлемді төлейсіз, оның құны 4615 теңге. 4615 теңгені төледіңіз, одан кейін сіз жаңа тестке кірдіңіз, тесттен сіз сәтті өттіңіз деп есептейміз, сіз 32 балл жинадыңыз, иә. Содан кейін барып, сол автотонның сыртында кішкене жүріп өтетін территория, аумақ бар. Сол аумақта сіз вождение тапсырасыз. Ол автодром деп аталады. Вождениені тапсыру амалдары, ол сіздің сол жерде параллельный парковка, гаражға кіру деген сияқты тапсырмаларды орындайсыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Одан кейін сізге сол экзаменнен сәтті өтсеңіз, сол жерде сізге әр қателікке штрафтық балл беріледі. Штрафтық балл 100-ге жетпесе, сіз сәтті тапсырған болып есептелесіз. Содан кейін бірден жүргізуші куәлігіңізді қолыңызға ұстатады. Енді қараңыз, біз түйін түйсек, тест, одан кейін вождение, одан өтсеңіз, сразу жүргізуші куәлігін сізге береді. Енді қараңыз, осылай сынақтан бірден барып өтіп кету үшін не керек сізге? Әрине, сізге ең алдымен мына сынаққа дайын болу керек. Сіз жол ережесін жақсылап түсініп алуыңыз керек. Сіз жүргізуші куәлігін алар кезде өміріңізде бір рет жол ережесін үйренесіз. Ал оған дейін, одан кейін сіз жол ережесін үйренетін уақыт жоқ сізде. Яғни үйрене алмайсыз да, оны үйренуге сізде ешқандай мұқтаждық жоқ. Оны сіз осы жүргізуші куәлігін алатын кезде ғана сіз осы ережені үйреніп, өз біліміңізді дәлелдеп, осы сынақтан өтуіңіз керек. Енді бұл білім неге керек? Ертең сіз жүргізуші куәлігін алғаннан кейін сауатты, өзіңіз амандықта көлікті жолда жүргізу үшін керек. Сіз мына жолда қазір жүрген жол жүрісіне қатысушылардың арасына толыққанды жүргізуші болып кіресіз, ертең жүргізуші куәлігін алғаннан кейін. Сол себептен сізге жол ережесін, жол жүріс қағидаларын нақты білу керек. Бұл сынаққа қалай дайындаламыз? Бұл тестке сіз онлайн дайындалсаңыз болады. Сіз ережені нақты түсініп алу үшін сізге, мысалы, біздің дайындықты айтып өтсем, онлайн дайындық бар. Сізге ережені 14 күн ішінде нақты түсініп алу мүмкіндік бар. Бізде кәдімгі жолдағы ситуацияларды талдау арқылы, сол тест сұрақтарын талдау арқылы, ережеге сәйкес екеуін байланыстыру арқылы сізге түсіндіреміз. Содан кейін сіз 2 аптада нәтижеңіз, мысалы, дайындықты бастаған кезде сіз нәтижеңізді қарайсыз, 40 сұрақтан сіз 18, 20, 15 аласыз. Ең бірінші рет осылай тапсырып көрген кезде. Сосын сіз мына дайындық барысында түсініп атасыз, әр сұрақты түсініп, дайындалып, сосын өзіңіз тексеріп отырасыз. Сол тексеріп отырған кезде дайындық барысында нәтижеңіз өседі. 2 аптаның ішінде сізде 40 сұрақтан кем дегенде 33, 34, 35 алып жүресіз, бір тапсыраңыз. Міне осы кезде сіздің дайындық индикаторыңыз жұмыс істеп жатыр. Яғни сіз дайынсыз деген мағына. Енді ережені түсініп алу ол маңызды. Көп адам тестті жаттайды. Тестті жаттағаннан пайда жоқ. Себебі сізге тестті жаттап өтіп кете қойдыңыз деп есептегеннің өзінде, оның сізге жолда жүрген кезде ертең салдары көп. Сол себептен сізге ережені қарапайым тілде тереңінен түсініп алу керек. Түсініп алсаңыз, сіз мына көлікке отырған кезде сенімді жүресіз. Құрметті оқырмандар, енді айтып өтетін, мына жүргізуші куәлігін алуға сізге қанша уақыт кетеді? Сіз міне 2 апта тестке дайындалдыңыз, тесттен өттіңіз. Тесттен өткеннен кейін вождениеге дайындаласыз. Вождениеге 1 апта уақыт жетеді. Сізге 1 апта уақыт ішінде вождениені инструктормен дайындалсаңыз болады, егер сіз мүлдем көлікті қозғалтуды білмесеңіз. Көлікті қозғалту дегенім, мысалы, мынаны түсініп алыңыздар. Көліктің құлағында ойнайтын, көлікті жақсы меңгеретін адам ереже білмесе, ол сұмдық. Сондықтан сіз мына көлікті қозғалтып, көлікті жүргізіп үйренуге бірінші содан бастағысы келеді да. Одан бастаудың қажеті жоқ. Бірінші кәдімгі ережеден бастаңыз. Неге? Себебі сіз көлікке отырып алып, қозғалтуды үйреніп алғаннан кейін жолға шыққан кезде жан-жақтан сигнал беріп, үйретуге шығады ғой сізге. Сол кезде жан-жақтан сигнал беріп, ереже білмесеңіз, стресс болады. Сосын сіздің бетіңіз қайтып қалады вообще көлік үйренуді. Сондықтан сіз ережеден бастауыңыз керек. Ережеден бастап, ережені нақты түсініп алып, одан кейін көлікті қозғалтып үйренуге кіріссеңіз болады. Міне, осылайша сіз вождениеге дайындаласыз. Вождениеден өткеннен кейін сіз жүргізуші куәлігіңізді бірден қолыңызға аласыз. Сонда керегі сізге қаржы жағынан
көп ақша керек емес, тек қана осы дайындыққа кететін ақша және сіздің жаңағы төлейтін 4600 теңгеңіз. Енді мына жүргізуші куәлігін алған адам, ол қанша уақытқа жарамды жүргізуші куәлігі, ол 10 жылға беріледі. Ол 10 жыл біткен уақытта сіз соны жай ғана барып ауыстырып аласыз. Түсіндіңіз ба? Яғни сіз өміріңізде бір-ақ рет алатын кезде ғана біліміңізді дәлелдеп жүргізуші куәлігіне сынақ тапсырасыз. Одан кейін сізде егер лишение болып кетпесе, онда одан кейін экзамен тапсырмайсыз. Жолда жүрген жүргізушілер ережені білмей лишениеге жіберіп алады, яғни жүргізуші куәлігінен айырылып қалады. Сондай жағдай болмас үшін сіз ережені сақтап, оны біліп жүруіңіз керек. Енді құрметті оқырмандар, бізде мына кітабымыз бар. Сіздерге осы кітапты жол ережесі қазақ тілінде жазылған түсіндірмелермен цветной форматта мысалдармен келтіріп жазылған. Осы кітапқа тапсырыс беру үшін сіз мына төмендегі осы видеоның астындағы номерге жазсаңыздар болады. Біз сізге Қазақстан бойынша жібереміз. Қазіргі уақытта Қазақстан бойынша үйіңізге қазпочтамен жібереміз. Ал қазіргі уақытта Шымкент, Алматы, Ақтау қалаларында кітап бар. Басқа қалаларға қазпочтамен 5 күнде жетіп барады, үйіңізге дейін. Сондықтан қазір кез келген жерде отырып мына кітапқа тапсырыс бере аласыздар. Құрметті оқырмандар, барлықтарыңызға А нүктесінен Б нүктесіне аман жетуді тіледім. Жүргізуші куәлігін заң жолмен өз біліміңізбен алыңыз. Ол білім түптің түбінде келген кезде сізге көмектеседі ертең. Өзіңіз үшін керек. Жолда жүрген кезде көлікті басқаратын, мен алдында айтып өткендей, көлікті басқаратын сіз, тек қана сіз. Сіз үшін біреу газ басып, сіз үшін біреу бұрып, сіз үшін біреу ереже бойынша жүріп бермейді. Сондықтан да мына өз білімдеріңізді көбейтіп, мына жолда жүрген жүргізушілерге де осы кітап таптырмас білім. Сондықтан осы кітапқа тапсырыс беріңіздер.